Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоларымды жоғалтпау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен бірге ең дәмді және жылдам дайындалатын сметанный пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар ұн, қаймақ, маргарин, жұмыртқа, қант, разрыхитель және ванилин керек. Ең алдымен 200 грамм маргаринді теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін 100 грамм қант, 2 штук жұмыртқаны жарып саламыз. Bir пачка разрыхитель саламыз. Bir ванилин. Және соңғысы 250 грамм ұн салып, барлығын бір келке қылып араластырып аламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін формамызға пергамент қағазын төсеп, жан-жағына жайып шығамыз. Енді қамырымызды формамызға жайып болғаннан кейін начинкасын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге 500 грамм қаймақ, 5 шай қасық қант, 4 штук жұмыртқа, барлығын бір келке болғанша жақсылап араластырып аламыз. Начинкамызды жақсылап араластырып болғаннан кейін қамырдың үстіне құямыз. 160 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Пирогымыз піскеннен кейін формасынан босатпай 20 минут көлемінде суытып аламыз. Осымен біздің дәмді және оңай дайындалатын пирогымыз дайын. Қалауларыңызға қарай кез келген жеміс-жидектің түрімен әсемдесеңіздер болады. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Каналды қолдап, подписация батырмасын басып, лайк қалдырып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.